Гарри Нельсон Пилсбери, Эммануил Ласкер, Кембридж Спрингс 1904 жыл. D4, D5, C4, E6 бұл önde вәзір гамбиті, AC3, ATF6, ATF3, C5. Эммануил Ласкер Зигберт Тарыштың вариантын ойнайды. Піл G5, CD, вәзір D4 және ат C6. Ат C6 енді қорқпайым деп тұр. C6, F6-дағы аттан айырылсақ айырыла береміз деп. Піл F6, GF. Сонымен бұл енді қосарланған сарбаздар екенін сіздер жақсы білесіздер. Вәзір H4. Енді мына патша жағына рокировка жасауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Піл, мына екі пілде керемет деп айта алмаймын. DC тура D1. Сонымен 1, 2, 3 және 4. Біз төртеуміз, ал қарсылас бар болғаны екеу. Піл D7, E3. Енді мына фигураның жолын ашуымыз керек. Ат негізгі орталыққа келді, алдық және вәзір C4. Бәрбір 1, 2, 3 біз деген көппіз, ал қарсылас деген бар болған екеу. Вәзір B6, піл E2. Піл E2, вәзір B2, осы сарбазға неге қызықты екенін түсініп тұрған жоқпын, өйткені жалпы рокировка жоқ, піл деген нашар, мына піл нашар, тек қана мына вәзір ойнап жүр. Рокировка және тура C8. Вәзір D3. Батареямызды құрдық. Бұл батареяның ең басты мақсаты мына D7-дегі сарбаз пілге шабуыл жасау былай, және атпен негізгі орталыққа келдік. Мына F6-ға келуге мүмкіндік бар және D6-ға. Бәрбір мына піл деген іске қосылған жоқ және мына турада жұмыс істемейді. Былай ат D6 шах. Ат D6 шах. Енді бұл 8 аяқ ат деп аталады. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Енді піл D6 болатын болса, онда вәзір D6, содан кейін вәзірмен мынаны алуға мүмкіндік бар деген сияқты. Бәрбір рокировканың жоқтығы білініп тұр. Патша F8, ат C4. Бұл енді Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Бұлай вәзір F5 және F4. F4 мынаны алуға болмайды. Ол енді түсінікті, өткені бұл нені атты вәзірде пілде қорғап тұр. EF және вәзір D4. Бұл енді аралық жүріс деп аталады. Аралық жүріс мүмкін Эммануил Ласкер бұны байқамаған шығар. Ол ойлаған шығар, дәл қазір вәзір D4-тің орнына тура F4 деген әрекет болады деп. Жоқ, вәзір D4 бұл енді аралық жүріс деп айтады. Аралық жүріс өткен 1 мен 2-нің ортасына 1,5 деген сияқты. Және мына кімнің тураның әлсіздігін көрсетеді. F6, вәзір F4. Енді F сарбазына мен сіздерге үнемі айтам, мұқият болыңыздар. F сарбазы деген өте сондай нәзік сарбаздардың бірі. Себебі патшаны қатты әлсіретеді. Вәзір C5, ат негізгі орталыққа келді. Енді ат D7 деген әрекеттердің амалы. Піл E8, ат G4. Енді атты F6-ға қоюдың амалы деген сияқты. F5, вәзір H6 шах. Патшаға шабуыл жасадық. Бұлай және піл C4. Егер де бұлай алатын болсаңыздар, онда атпен негізгі орталыққа келемде сіздің вәзіріңіз қиналып қалуы мүмкін. Тура C6 және тура F5. Тура F5, міне 1, 2, 3, 4 және 5. 5 фигура. Бұлай және тура F1. Осымен ойын аяқталды шын мәнінде, өткені қараңыздар. Мына пілге, мына тураға да көңіл аударыңыздар қаншалықты нашар. Алдық. Бұлай вәзір H5 шах және атпен негізгі орталыққа келдік. Вәзір F7 деген әрекеттен ешқандай қорғаныс жоқ. Сонымен тағы бір рет түсініксіз әрекеттерді бір қарап шығайық. Міне, бірінші мәселе неге атпен C6-ға барғанын түсініп тұрған жоқпын. Ол бір. Алдық. Екінші мәселе, мысалы, қараңыздар, фигураларды дамытпағанын таңғалып тұрмын. Әлем чемпионы, 27 жыл әлем чемпионы болған адам рокировка жасаған жоқ және фигураларын дамытқан жоқ. Бұлай, және тағы да осы сарбазға неге қызықты деген ой туындайды. Рокировка және қалған енді аса қиын емес, өткені Гарри Нельсон Пилсбери қаншалықты мықты шахматшы болғанын осындай кезден көрсеңіздер болады. F4 және вәзір D4 бұл да аралық жүрістердің бірі. Осының барлығын сіздермен бірге тамашаладық. Неге рокировка жасалған жоқ, неге фигуралар шығарған жоқ, білмеймін. Оны мен түсіндіре алмаймын, өйткені Эммануил Ласкерден сұрауға мүмкіндік жоқ.